Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгіннен бастап елімізде конструктор автокөліктерді тұрақты тіркеуге қою басталды. Бұл шығарылымда оны қою үшін не істеу керек және конструктор автокөліктер ретінде қандай көліктер тіркеуге қойылатынына тоқталам. Соңына дейін көріңіздер. Алдымен конструктор деген көлікке тоқталайықшы. Бұл жалпы қандай көлік конструктор деген? Біздің заңымызда, Қазақстан Республикасының заңында конструктор деген сөз мүлдем жоқ. Ол ауызекі тілде халықтың өзінің шығарып алған сөзі ғой конструктор деп, бірақ заңда бұлай жазылмаған. Шын мәнінде бұл конструктор көліктер деген сөз бұл заңда Қазақстанға тиісті заң аясында кірмеген, заң бойынша кірмеген, кедендік тазартудан өтпеген көліктер осы акция аясында тіркелейін деп отыр. Біз оны конструктор автокөліктер деп айтып отырмыз. Мысалы, Жапонияда аукциондарда сатып алынған көліктер бар. Сосын оны Ресейге алып келген күннің өзінде оны көлік ретінде емес, конструктор деп осы кезден бастап аталған ғой. Шанағын бөлек, қозғалтқышын бөлек алып келеді. Оның тағы басқа түрі бар, распил деп айтады оны. Шанағын екіге бөліп тастап, қосалқы бөлшектерінде әкелгендер бар арасында. Жалпы конструктор деп жаңағы көліктің өзін бөлек, қозғалтқышын бөлек алып келеді, бұны запчасть ретінде, қосалқы бөлшек ретінде. Сосын оны қайтадан жинап, оған Ресейде құжаттарын дайындайды да, оны Қазақстанға алып келеді. Енді оның Ресейде жүргендері де бар, Қазақстанға әкелгендері де бар. Осы жерден бастап ол конструктор деп аталып кеткен. Енді осындай көліктер бар. Менің бір танысымда бар, қазір Crown Majesty көлігін мініп жүр, қозғалтқышының көлемі 4/3. Бұл неге айтып отырмын мен? Бұл көлікті тіркеуге қойған күннен кейін оны ешкімге сата алмайды. Тек қана өзінің атында болады. Яғни жыл сайынғы салығы оған келіп тұрады. 4/3-тің салығы шамамен 400 мыңнан ашып 500 мың теңгеге қазіргі күні жақындап қалады. Ол айлық есептік көрсеткіш өскен сайын жыл сайын қымбаттай беретіні белгілі. Сонда ол атына қойып алса 4/3 қозғалтқышпен, ертең оны ешкімге сата алмайды. Ол конструктор ретінде тіркеуге қойылды ғой. Осындай шектеуі бар оның. Сонда оны тіркеуге қойып қажеті бар ма, жоқ па деп ойланып жүр. Енді бұл конструктор көліктер деп жаңа айттым ғой, заңда нақты жазылмаған. Мына Ресейге екі бөлек әкелініп жиналған көліктер деп. Ол жазылған. Тиісті тәсілмен әкелінбеген, кедендік тазартудан өтпеген көліктер. Ал бұндайға жаңағы шын конструктор емес, Грузиядан әкелген, Моңғолиядан келген көліктерді бізде өте көп. Осы көліктерді осы станокқа кіріп кетейін деп тұр. Сонда қазір біз білеміз ғой, Ресей, Қырғыз, Армения елдерінен келген көліктер жаңағы тұрақты тіркеуге қойылып жатыр. Ол кедендік тазартудан толық өткендер. Ал толық өтпегендер жаңағы өзге Европадан келген көліктер де бар шығар мүмкін. Тек 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кірген көліктер осы акция аясында бізде тіркеуге қойылғалы жатыр. Сонда жаңағы Дубайдан алып келіп тіркеуге қоя алмай жүрген, былтыр алып келіп тіркеуге қоя алмай жүрген Камриларыңыз, крузактарыңызды тіркеуге қоюға болады, бірақ оны тек қана өздеріңіз мініп жүресіздер. Түсінікті шығар, иә? Бұл конструктор деп жаңағы Жапониядан келген оң жақты рөлдерді айтты ғой. Бірақ негізінде бұл заң аясында өзге көліктерді кіріп кетейін деп тұр. Енді конструктор көліктерді тіркеу үшін не істеу керек? Алдымен электронды үкімет порталы арқылы, егоф арқылы, немесе екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы алдымен өтініш беру керек. Ол өтініш міндетті түрде бұл конструктор көлік болғандықтан алдымен сізге рұқсат етілмейді деген жауап келеді. Яғни отказ келеді. Сосын ол отказды қағазды алып алып сіздер мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына баруларыңыз керек. Ол жерге барғаннан кейін қызметкерге барлық құжаттарды көрсетесіз. Сосын ол құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығының маманы базаға қайта енгізеді. Бұл екінші сатысы болды ма? Одан кейін үшінші сатысы басталады. Сіз өтінішті қайта бересіз. Содан кейін ғана барып сізге тіркеуге қою туралы рұқсат келеді, одобрение аласыз, яғни сосын сол одобрениемен қайтадан халыққа қызмет көрсету орталығына барып көлікті тексеруден өткізесіз, яғни шанақ нөмірін тексертесіз,
Сосын техосмотр болу керек. Техникалық байқаудан өтүү тууралуу кужат міндетті түрде болу керек. Оны кез келген техникалық байқаудан өткізу пунктіне барып өте аласыз. Содан кейін барып 200 мың теңге көлеміндегі төлемді төлейсіз. Сосын көлікті тіркеуге қоя аласыз. Тек бұл көлік шектеумен болады. Қазақстанның аумағында ғана жүруге рұқсат етіледі. Шетелге шығуға болмайды ол көлікпен, және екінші адамға сата алмайсыз. Мұның барлығы техникалық паспортта, яғни техпаспортыңызда жазылады. Тіркеу 1 шілдеге дейін ғана жалғасады деп әзірге көрсетілген. Бірақ мынау конструкторлар бойынша қаулы енді күшіне еніп, енді басталып жатыр. Яғни көп адам үлгермей қалуы мүмкін. Оны қазір белсенді топтың мүшелері де айтып жатыр, үлгермей қаламыз деп. Сондықтан алдағы уақытта оны, менің жеке ойым, өз пікірім, бұл тағы да созылуы мүмкін деп ойлаймын. 1 шілдеден ары қарай да жеңілдікпен тіркеу рәсімі бірнеше айға созылуы мүмкін. Дегенмен бұл міндет емес, нақты емес, сондықтан асыққандарыңыз дұрыс. Барлығын түсінікті жеткіздім деп ойлаймын. Амандықта жүздесейік. Сұрақтарыңыз болса пікірге жазыңыздар, лайк басыңыздар, видеоны таратсаңыздар, нұр үстіне нұр.